Кайырлы күн достар, менің каналымда лагманның рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен етімізді осылай үлкен бөлікке бөліп алып турап аламыз. Ал көкөністерімізді осындай төрт-бұрышты етіп турап аламыз да, ал жуаны мен осылай жартылай дөңгелекше етіп турап алдым. Негізінде жуанды төрт-бұрыштап турап алуға болады. Енді қызып тұрған қазанымызға 2 ас қасық сұйық майды құйып, оның үстінен жуанымызды салып, кішкене пиязымыз қызарып, жұмсарғанша қуырып алатын боламыз да, оның үстінен туралған еттерімізді салып, біркелкі етіп араластырып, жақсылап кішкене етіміз қызарғанға дейін қуырмалап алатын боламыз. Шамамен 10-15 минуттай қуырып алатын боламыз. Енді 10-15 минут өткеннен кейін оның үстіне көкөністерімізді, сәбізімізді саламыз және қызанағымызды салып, барлығын біркелкі етіп араластырып, жақсылап тағы да 5 минуттай қызартып, қуырмалап алатын боламыз. Бұндай лагманды үй жағдайында да жасауға болады, өте керемет, дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Кішкене қуырылғаннан кейін оның үстінен дәміне қарай тұз, шекер және қара бұршымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Өте керемет дәмді шығады. Енді одан кейін кішкене 5 минут қуырмалап алғаннан кейін 1-1,5 литр су құйып, тағы да 1 жарты сағаттай қайнататын боламыз. Одан кейін оның үстіне картоптарымызды салып, және де еті толық пісіп дайын болғанға дейін қайнатуға жіберетін боламыз. Яғни қайнатып аламыз. Асты жай отта етіміз пісіп дайын болғаннан кейін 2 дана лавр жапырағын салып лақтырып қоятын боламыз. Енді қап-қатты қылып қамыр илеп алатын боламыз. Қалай илеу керек, қанша қосу керек, описаниеде көрсетіп өтетін боламын. Міне осындай қап-қатты, өте қатты қамыр илеп алатын боламыз. Енді дайын болған қамырымызды осылай оқтаудың көмегімен қатты жұқартпай жазып аламыз да, осылай барлығын видеода көрсетілгендей етіп жазып аламыз. Міндетті түрде осылай қатты жұқа болып кетпеу керек. Яғни біз әрі қарай осы қамырларды қолымызбен әлде де жұқарту үшін кішкене қалыңдау етіп аламыз. Міне қалыңдау осындай болуы керек. Міне осындай қамыр шықты, жақсы иіні қанған, өте керемет қамыр болады. Осылай дайындап алыңыздар сіздерде. Енді дайын болған қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз де, бір бөлігінен осындай кішкене бөлшектерге бөліп шығатын боламыз, пышақпен бөліп. Міне осындай бөліктер дайын болды. Енді міне көріп тұрғандарыңыздай қамырдың екінші бөлігін пакетке салып алып қоямыз. Яғни жел келмеу үшін кішкене пакетке салып қоямыз. Дайын болған бөлшек қамырларымызды міне қолдың көмегімен осылай лагманның формасын дайындап алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай міне осындай менде қамыр дайын болды. Осылай жасап аламыз. Одан кейін ыдыстың үстіне жақсылап әрбір қамырымызды щетканың көмегімен майлап шығатын боламыз жан-жағынан. Неге? Өйткені біз қамырды әрі қарайда созған кезде, яғни лагман жасаған кезде біздің қамырымыз жыртылып кетпеу керек. Сондықтан да біз барлық жерін біркелкі етіп, сұйық майдың көмегімен майлап шығатын боламыз да, міне осылай бір ыдыстың үстіне жақсылап осылай қойып шығатын боламыз. Барлық қамырларымызды осылай біркелкі етіп жасап аламыз. Осылай қолмен жұқартып алатын боламыз. Мен щетканың көмегімен осылай майлап аламыз, барлық жерін біркелкі етіп. Менде осы қамырым, яғни 6 адамға, 6 персонға осылай лагман дайын болатын болды. Яғни лагман 6 адамға есептелген. Міне қамырларым осылай барлығы майлап алдым. Енді кішкене бетін жауып қойып қоятын боламыз. Мұздатқышқа қойсаңыздар да болады, немесе былай бөлме температурасында қойып алсаңыздар болады. Яғни май өзіне бойына сіңу керек. Енді дайын болған қамырларымызды тағыдай осы 2 бөлікке бөліп, одан әрі қарай қолымыздың көмегімен жұқартып, яғни созсаңыздар да болады, ұрғыласаңыздар да болады. Созып лагманның формасын келтіреміз де, қайнап тұрған суда шамамен 5-10 минуттай пісіріп алатын боламыз. Менде лагмандарым осындай керемет болып, дайын болып шықты.
мен 10 минуттай қайнатып алдым. Міне дайын болған лағмандарымды осындай ыдысқа сүзіп аламыз да. Міне енді ыдысымызға лағманнан және бетіне құятын подливасынан салып осылай ұсынатын боламыз. Үстінен қажетіңізше ас көк сеуіп берсеңіздер де болады. Ас болсын.